Енді YouTube-тың сілтемесін қалай аламыз? Ол үшін YouTube-қа кіреміз. Мына жерде төмен жақта V деп тұр ғой. Соның үстін басамыз. Мына стрелканы басамыз. Осылай шықты. Қараңыз, мына жерде 3 точканы басамыз. Поделиться деп тұр. Сілтемені басып. Мына жерде біреуге осылай жіберсеңіз болады. YouTube-тың сілтемесі міне кетті. Осылай көріп аласыздар сілтемені. Ал енді біз YouTube-қа шапка қоюды үйренеміз. Ол үшін бізге Pinterest или CapCut өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сонымен жұмыс жасасаңыздар да болады. Canva-да онымен де жұмыс жасауға болады. Мына жерде қараңыздар, бүйтіп таңдап алсаңыздар болады. Клатч деп тұр камера, осыларды көріп, міне осылай шығады. Мына жерден плюсті басып, шаблон деп тұр. Шаблондарды міне сторис, видео, кадр, обложка мына YouTube деп тұр. YouTube-ты бассаңыздар, YouTube-тың обложкасы несі осылай көрінеді. Осыдан жасап аламыз. Мысалы, мынаны басып, былай басып, текст жазып, фото бетінде тұратын суреттер. Мына жерде текст жазуға болады, және де басқа да нелер бар. Плюсті басып, қарап көріп шыға бересіздер осылай. Енді YouTube-қа кіріп, менде уже дайын қойылған. Оны қай жерінен басамыз? Мынаны басып, былай қарай басамыз. Мына қалам тұр ғой, осыны басамыз да, мына жерде фото деп тұр, плюс қылып, мына загрузка фото деп таңдап ала бересіздер. Осылай мына ортасына былай бетіп қойсаңыздар, сохранить. Торы ортасында тұрады, көрініп, мына ортадағы фотоны тоже өзгертуге болады. Мына жерде аттарыңызды өзгертуге болады. Мынау каналды копировать етіп алсаңыз да болады. Описанияға не туралы жазасыздар, не туралы видео саласыздар, сол жайлы жазсаңыздар болады. Binance, так. Осылай мен описанияны қойып қойдым. Осылай қойсаңыздар да болады. Так, мына жерде сіздің каналыңыз,